Қытайдан көшіп келіп, Семей жаққа қоныстанған қандасымызға жиенім қызын ұзатты да, көп ұзатпай қылауы бұзылмаған құдаларын сән салтанатымен құдалыққа шақырды. Дастархан басында жасы 70-ті алқымдаған үлкен құдамен табақтас болып қалдым. Құдалық енді қыза бастағанда қызмет көрсетіп жүрген жігіттер ішке табақ тартатын болды. Алдымен қара қазанда балқып піскен қойдың басы кірді. Осы тұста жанымда отырған құда әлденеге көңілі толмағандай басын шайқап қалды. Бас ортада отырған 70-тен асқан ауыл қариясының алдына барды. Бұл тұста да сыйлы қонағым келіспеген кейіп танытып, таңдайын қақты. Қарт кісі бастың шекесінен тіліп алып дәм татты да, ескі әдетпен оны жанында отырған кісіге ұзатты. «Ой, пырая!» деп күрсініс білдірді төзімі таусылған қонағым. Сосын мен де шыдай алмадым. «Құдеке, мұныңыз қалай? Бірдеңеге риза болмай отырған сияқтысыз ғой» дедім. «Рас» деді ол. Ана бала бастың тұмсығын есіктен теріс қарата кіргізді. Сосын сыйласты келген мейманға сұнбай, ауылдарыңызда күнде басымы жіп жүрген ана замандасымның алдына қойды. «Басты менің ғана мүжуім керек деген сөзім емес бұл. Өзің ойлап қараш, мына мал кімнің құрметіне бауыздалды? Сыйлы мейманға арнап соймадыңдар ма? Ендеше күтіліп жатқан ең қадірлі мейманға сұнылуы тиіс еді. Екіншіден басқа бата сұралған жоқ. Білмесеңдер айтайын. Бас ұстаған адам алдымен оң жақ езуін кесіп алып, осы үйдің ырысы басқа жаққа кетпесін деп табақтың ернеуіне қояды. Екінші езуін өзі жейді. Құлағын кесіп, құйма құлақ болсын деп осы үйдегі ең кішкентай балаға береді. Екінші құлағын кеспейтіні айтылған сөз бір құлағынан кіріп екіншісінен шығып кетпесін дегені. Қадірлі дәмге пышақты бір тигізіп алып, көршісіне ұзату дұрыс емес. Өзі турап, осындағы адамдардың бәріне ауыз тигізуі тиіс. Әр қайсысы жекелеп жесе, басымыз қосылмай қалама деп қауіп қылған. Басымыз түгел болсын, берекеміз бұзылмасын деген ырым. Шүйде етін дастархандағы елге тіреу болып жүрген ең беделді адамға, тілін шешен адамға, таңдайын өнерпаз жанға, не болмаса бұрымды қызға сұнған, бір-біріне ала көз болып қалмасын деп, екі көзін бір ғана адамның жегені дұрыс деп сөзін қайырды.